Бивол қалайша жеңіліп қалды? Битірбиев Бивол жекпе-жегіне толыққанды талдау жасап өтейік. Ассалаумағалейкум, соққы арнасының көрермендері, біз бүгін сіздермен Артур Битірбиев, Дмитрий Бивол арасындағы жекпе-жекке талдау жасап көрейік. Жекпе-жек аяқталды дегенмен бұл жерде айтатын әңгіме көп шығар. Биволдың жеңісіне не жетіспеді, соның барлығын талдап көрейік. Ең бірінші енді қысқа нұсқа шолу жасап өтейік. Артур Битірбиев Канада атынан шығады. Бұл уақытқа дейін Россия атынан шыққан, соңғы 10 жылдықта Канада атынан шығады. 39 жаста, бойының ұзындығы 1,83, қолының құлашы 1,85. Жалпы керемет жігіт, WBC, IBF, WBO бойынша әлем чемпионы. 2017 жылдан бері әлем чемпионы болып келе жатыр. Керемет жекпе-жектер өткізген. Осы уақытқа дейін Калум Смит және де Гвоздик секілді мықты жігіттерді жеңген. 20 жекпе-жек және 20-сының барлығында нокаутпен жеңген. Ал енді Дмитрий Бивол, ол да өздеріңізге мәлім, WBA бойынша супер чемпион. Енді супер чемпион деген соңғы 5 жылдықта 10 жекпе-жектен артық бір чемпиондық белбеуді қорғап жүрсе, сондай супер чемпион дәрежесіне жетеді. Дмитрий Бивол дәл сондай супер чемпион. Кезінде білесіздер, Геннадий Головкин де супер чемпион атанған. Енді сонымен бұл жігіт 2016 жылдан бері, 2017 жылдан бері титулды жекпе-жек өткізіп келе жатыр. Барлығында жеңіске жетті. 23 жекпе-жек өткізіп, барлығын нокаутпен жеңген еді. Екі жеңілмеген жігіттердің арасындағы жекпе-жек. Енді көптеген мамандар бұл жекпе-жекке ешқандай треш-ток керек жоқ деді ғой. Шынымен де ешқандай треш-токсыз өз-өзін ақтаған, салған ақшасын, ұйымдастырушылардың салған ақшасын қайтадан ақтап берген, трансляциясы көп сатылған және жекпе-жекке көрермені көп жиналған жекпе-жек болды. Сондықтан нағыз бокс деуге болады, яғни қазіргі заманға сай треш-ток анау-мынаусыз керемет жекпе-жек ұйымдастырылды. Екеуі де 10 миллион доллардан алды, одан бөлек телевизиядан ақшалар түседі. Ал бірақ енді өздеріңізге мәлім, Бивол бұл жекпе-жекте жеңілді. Ал енді оған дейін тоқталайық. Жекпе-жек басында өте сәтті, сауатты басталды. Екі жігіт те өздерінің мықты екендігін көрсетті. Битірбиев шабуылдарын жасады, азын-аулақ қысымдарын көрсете бастады. Және басында алғашқы 3 раунд бірінші нөмір болуға екеуі кішкене таласқан еді, бірақ Бивол өзінің бірінші нөмірге қарағанда екінші нөмірде жақсы жұдырықтасатындығын түсінгеннен кейін бірден екінші нөмірге түсіп алды. Яғни шабуыл жасамайды, тек қана контратака тактикасына өтті және сол сәттен бастап Битірбиев алдыға қарай соққыларын жасайды. Ал Бивол өткізіп барып өзінің соққыларын әдемі тигізіп отырды. Басында енді тәуелсіз сарапшының біздің экранымызға шығарған жаңағы несі бойынша, не дейді, шешімі бойынша алғашқы 3 раунд Битірбиевтің жеңілісі болды. 10-9 болды, 27-30 есебімен Бивол жеңіп келе жатқан. Одан кейінгі раундтар енді Битірбиев кішкене қысымын үдете бастады. Осы раундтарда нокаут құлатуға барынша күш салды. Негізі себебі дәл бұрынғы жекпе-жектерінде қарасаңыздар, осы 6-шы, 7-ші, 8-ші раундтарда нокаут құлатуға тырысатын еді. Бірақ сол сәттерде енді өзі де жақсы соққылар алды. Одан бөлек қосымша өзі де жақсы соққыларын дарыта білді Битірбиев. Және осы раундтарда, яғни 4-ші, 5-ші, 6-ші раундтарда Битірбиевтің пайдасына шешілді. Ал одан кейінгі раундтар енді өте қызық болды. Жекпе-жектің екінші бөлігі дейді. Екі жігіттің де екінші дыханиялары ашылды да, Битірбиев осы сәттен бастап кішкене қателіктерге жол бере бастады және Бивол осы қателіктермен жақсы жұмыс жасады. Енді 9-ші раундқа дейін дәл осындай болды. Енді жаңағы тәуелсіз сарапшының пікірі бойынша 7-ші, 8-ші, 9-ші раундтар қайтадан Дмитрий Бивол жеңіске жетіп отырды 10-9 есебімен. Сонымен жекпе-жектің енді соңғы 3 бөлігі қалды, яғни чемпиондық раундтар дейді. Енді бұл чемпиондық раундтар негізі көп нәрсені шешеді. Көп жағдайда негізі екі жекпе-жек тең келе жатса, соңғы чемпиондық раундтар көп нәрсені шешіп кетеді. Чемпиондық раундтар сол үшін де чемпиондық раунд болып аталады. 12 раундқа кім шыдайды, 12 раунд бойы кім жақсы жекпе-жек өткізеді деген сынды. Енді оған дейінгі статистика, яғни 9-ші раундқа дейінгі статистика былай болды. Битірбиев 500 соққы жасады және 500 тағы да плюс-минус бар, 500 соққы жасады, соның 18% нақты тиген екен. Ал Бивол оған дейін 390 соққы жасады және соның 32% нақты тиіп үлгерген. Енді бұл жерден нақты соққының тиюіне қарап Биволды жеңіске жетті деп есептесек, ал соққының көптігі белсенділік жағынан Битірбиевті жеңіске жетті деп есептеуге болады.
Енді бұдан ары қарай келесі чемпиондық раундтар басталды. Ал чемпиондық раундтарды кім көрсе де, қалай көрсе де, енді чемпиондық раундтарды толығымен Бетербиевтің жеңгенін көреміз. Негізі барлығы ойлады 12 раунд болатын болса, Бивол жеңіске жетеді, себебі чемпиондық раундтарда Бетербиев ештеңе жасай алмай қалады деген болатын. Бірақ барлығы біз ойлағанға қарағанда, яғни аналитиктердің ойлағанына қарағанда кері болжаммен шықты. Яғни соңғы раундтарда қайта Бетербиевтің физикасы өте мықты болып, ары қарай жеңіске деген құштарлығы керемет екендігін сол сәттерде дәлелдей алды да, сонымен жеңісті жұлып алды былай келген кезде. Енді Биволдың да тактикасында болу керек. Оған дейінгі белсенділігін, соққыларының әдемі тиіп жатқандығын барлығын көріп, жаңағы көрерменнің қошеметіне ие болып жатқандығын көріп, Бивол осы сәтте жеңіске жетіп қойдым, яғни деп ойлаған болуы мүмкін. Бірінші ойы және екінші ойы енді функционалдық дайындығы сол сәттерде соңғы раундтарға жете алмады. Ол сәттерде ең бастысы құлап қалмай, ең бастысы қатты соққы алып қалмай, тактикалық тұрғыда жұмыс жасауым керек деп есептеді. Бірақ соған қарамастан өзінің ударына қарағанда Бетербиевтің ударлары нақты әрі жақсы тие бастады соңғы раундтарда. Сонымен соңғы раундтарда Артур Бетербиев жеңісті жұлып алды, жекпе-жек аяқталды. Артур Бетербиевтің қолын көтерді, Рамза Кадыров келіп құттықтады Артур Бетербиевті. Кімнің өзі таң қалды жекпе-жекке. Туркали Шейхтің өзі негізі Бивол жеңді деп ойлаған едім, кемінде бір 7 раунд жеңді деп ойладым, бірақ Биволдың емес Бетербиевтің қолын көтерді деп. Бірақ енді бұл жерде кішкене бөліністер пайда болды, командалар екіге бөлінді, әлем кәдімгідей екіге бөлінді. Бетербиевті жақтап жатқандар мұсылмандар, мыналар басқа ұлт деген секілді түрлі енді расы бар, өтірігі бар, түрлі пікірге бөліне бастады барлығы. Енді екі көрермендер екіге бөлінді. Осы тұста біреу Бетербиев жеңді десе, біреу Бивол жеңді деді. Екеуінің де айтып, екі жанкүйердің де айтып жатқаны рас, себебі екеуі де жекпе-жек соншалықты деңгейде тартысты өтті негізі. Менің ойымша тең нәтиже деген енді ең әдемі шешім болатын еді, себебі екеуі де жеңілмеген күйінше қалатын еді. Бұл бірінші жағынан. Екінші жағынан қайтадан реванш ұйымдастыруға таптырмас мүмкіндік болатын еді. Енді реванш ұйымдастыруға байланысты өздерінің жекпе-жектен кейінгі сұхбаттарына тоқталайық. Артур Бетербиевтен сұрайды: мен бүгін жеңіске жеттім, Алланың қалауымен. Бивол маған қарағанда жақсы болуы мүмкін, бірақ Құдай енді бүгін мені жеңіске жеткізді, мен оған қарағанда жақсырақ болдым деп, оны да чемпион, оны да мен сыйлаймын, құрметтеймін спортшы ретінде деп өз пікірін білдірді. Ал реванш болатын болса, маған азғантай уақыт беріңдер, яғни шамамен жарты жылға жуық уақыт, мен қайтадан жекпе-жек ұйымдастыруға, өткізуге дайынмын деп Артур Бетербиев келіскен болатын. Ал Бивол болса, бұндай керемет мүмкіндікті сыйлағандарыңа үлкен рахмет. Бұндай абсолют атағы үшін таласқаныма рахмет, себебі абсолют болу менің бала күнгі арманым деген болатын, және өзінің қарсыласын Артур Бетербиевті жеңісімен шын жүректен құттықтады. Ал реванш болса, бұл менің арманым, сондықтан қай сәтте болса да мен дайынмын деді. Ал мен дәл қазір ең бастысы тоқтап, бір дем алып, өзімнің болашағым жайлы тереңінен ойланып алуым керек деген болатын. Яғни алдағы профессионалды карьерасын қалай жалғастырады, не істейді, соның бәрін ойлану керек енді. Енді шынымен де психологиялық тұрғыдан өте көп соққы алды Бивол, себебі жекпе-жекке дейін келіншегімен мәселелер болды, бұрынғы келіншегімен, балалары, келіншегі, басқалар қарсы болды, өздеріңіз білесіздер. Екінші бір мәселе, жекпе-жекте ұтылып қалды, белбеуінен айырылды, және де өзінің кіршіксіз рекордына бір рет жеңілді деген атақ түсті. Енді көп жігіттер негізі осы бір рет жеңілгеннен кейін ары қарай мансабы, орыстарда бір сөз бар, пробитый дейді, сол енді бір пробитый болып қалады, яғни қайтадан жарамсыз болып қалады. Келесі жекпе-жектерінде қайтадан аяққа тұрып жеңісті серияға түсе алмай қалып жатады. Енді бұл спортта болып тұратын дүние. Ең бастысы Биволда осындай жағдай орын алмаса екен, алдағы уақытта психологиясы қайтадан реттеліп, Биволдың тамаша жекпе-жектерін әлі көрсек екен деген тілегіміз бар. Сіздің қандай тілегіңіз бар, оны да комментарийға жаза отырыңыздар. Жалпы жекпе-жек жайлы менің ойым осы. Енді бұл жерде маңызды дүниелердің бірі бұл психологиялық жағынан толыққанды дайын болмады, және осы психологиялық жағынан дұрыс реттелмегендігінің әсерінен функционалдық дайындығы да жақсы болмады негізі. Себебі функционалдық дайындық барысында мидың тынық болуы, жекпе-жекті ғана ойлау, ол өте маңызды. Және осы бір дүние Биволға жетпеді деп есептеймін. Ал бірақ бокс шеберлігі жағынан Биволдың шеберлігі Бетербиевке қарағанда жоғары екендігін жекпе-жекке дейін де айттық, жекпе-жек кезінде де көрдік, жекпе-жектен кейін де Биволдың бокс шеберлігі мықты екендігін, яғни боксерский IQ өте жоғары екендігін біз көріп сезіне алдық. Енді шынымен де Артурды құттықтаймыз. Ол соңғы 25 жылдан бері алғаш рет осы
79 килограмм салмақта абсолютті әлем чемпионы болды. Бұндай абсолюттер қазір өте көп емес, бірақ қазір көбейіп келе жатыр. Ноя, Кроуфорд, Усик деген сынды, Каноло деген сынды. Солардың қатарына Құдай қаласа Жәнібек те қосыла берсін. Шығарылым сайын Жәнібекті қоса берсең. Жақсы, енді Жәнібектің жанкүйеріміз ғой, білесіздер ғой. Қазақ спортының жанкүйеріміз, білесіздер. Біз жанкүйер ретінде арнаны жүргіземіз. Мақсатымыз да жанкүйерлердің пікірін халыққа кеңінен тарату, спортшыға жеткізу жанкүйердің пікірін. Енді бұл жекпе-жек жайлы менің бар айтарым осы, яғни жекпе-жекке дейін менталды, психологиялық тұрғыдан дайын болып шығу өте маңызды екендігін осы жекпе-жек арқылы біз көріп, біліп, сездік. Сіздер қалай ойлайсыздар, бұл жекпе-жекте кім жеңіске лайық еді, шешім қандай болуы керек еді, оның барлығын жазыңыздар. Айтпақшы, анау 212-де 216 қып 8 раунд бойы берген төреші бар ғой. Кім екенін білесіңдер ме соны? Польшалық Павле Кардини деген төреші дәл сондай тонау жасады былай келген кезде. Ал бірақ нича берген және 7 раунд берген төрешілер енді шынымен де кішкене қисынға келеді. Ал дәл бұл польшалық төрешінің енді жасағаны дұрыс емес болды деп өз басым есептеймін. Себебі кезінде Ломаченко мен Хеннидің жекпе-жегінде де Ломаченконы тонауына осы бір төрешінің де әсері бар екен. Жалпы бұндай төрешілерді құрту керек негізі. Биволдың промоутері да айтып жатыр, Эдди Хирнда, бұндай лас судьяларды, төрешілерді бүкіл спорттан жоқ қылып жіберу керек қой негізі. Сіз қалай ойлайсыз жалпы? Оған дейін де былықтар көп ше негізі бұл дәл осы төрешінің, бірақ сонда да білмеймін қалай осы жекпе-жекке бұл жігіттің төреші болып кеткендігін енді мен таң қалдым. Сіздер қалай ойлайсыздар, барлығын комментарийға жазыңыздар. Келесі шығарылымдарды кімді көргіңіз келеді, барлығын жазып отырыңыздар.